шығармашылығындағы ерекше тұс оның сабақты түрлендіріп тұлғаның жүрегіне жол таба білуі. Нәтижеге бағытталған білім моделі мен басқарудың жаңа парадигмасы аясында жекелеген ұғымдар мен нормаларды және тиімді педагогикалық технологияларды меңгеру үшін педагогтардың кәсіби мәдениетін дамытуға бағытталған оқу қажеттіліктері туындап отыр. Мұғалімдерге қойылатын талаптардың бірі оқытудың жаңа технологияларын меңгеру. Былайша айтқанда, акті құралдарын пайдалану. Акті құралдары дегеніміз не? Акті құралдары дегеніміз микропроцессорлық және жаңа акті негізінде қызмет атқаратын ақпаратты таратудың жаңа құралдары мен жүйелері, ақпаратты жинақтау мен олардың қорын жасау, сақтау, өңдеу, оларды жан-жақты тарату, одан қалды компьютерлік жүйелердің ақпараттар қорына беруді қамтамасыз ете алатын программалық ақпараттық және техникалық құралдар мен құрылымдарды айтамыз. Енді акті құралдары қазіргі біздің білім беру саласында көп қолданыста жүрген акті құралдары. Ол интерактивті тақта, мультимедиа, интернет кеңістігі, электрондық оқыту. Енді жаңа актінің мақсаты басында оқушы қоғам сұранысына сай өзінің өмірлік іс-әрекетінде дербес компьютер құралдарын қажетті деңгейде пайдаланатын жан-жақты дара тұлға ретінде қалыптастыру деген. Енді ары қарай кім жалғастырады? Әдіскерлердің курсы болғаннан кейін негізі мен бір мақсатпен келгенмін. Осы курста өзіміз өткен жоқпыз. Өткен мұғалімдердің сабағын талдай алмаймыз. Балдар дөңгелекте отыру дұрыс па, дұрыс емес па? Мысалға біздер партаны бөліп қояды олар деген. Біз партаны қайтып орнына қойып қоямыз. Барғанда мектептің мүлкіне біздер мысалға зиян келтіреміз. Мысалға сол өзімнің түпкі мақсатыма өзіме керек нәрсені алдым деп ойлаймын. Жалпы мына деңгейлік бағдарламадан өткен жыл біздің мектептің осы бірінші деңгей бойынша 2 мұғалім өтіп кетті, біреуі мені өзінің тәлімгер қылып алды. Ол шындығында өткенде біреу айтты, айырым итергенде жүрді мен шындығын айтқанда. Оны түсінбеймін де, ол сабақты өткеннен кейін мен рефлексивті есеп жазып беруім керек екен. Оны түсінген жоқпын. Себебі деңгейлік бағдарламаны басында ешкім түсінген жоқтар. Біздер мектеп негізі төменнен бастап кеттік. Әкімшілік өтіп кетті, төменнен бастап кеттік. Оны білген жоқпыз. Енді мысалы содан кейін кеше Алматыдан бір мұғалім өтіп кетті, екінші деңгейден. Олар тағы мұғалімдерді актовый залға жинап алып, жаңағы коучинг өткізіп, бірдеме өткізіп, мұғалімдер түсінген жоқ. Содан кейін мен өзіме бір мақсат қойдым. Осы деңгейлік семинармен, деңгейлік бағдарламамен дәстүрлі сабақ арасындағы өзара байланыс пен сабақтастық деген тақырыпта кеше октябрьдің 9 күні мектепте семинар өткіздім. Сол кезде 2 мұғаліміміз деңгейлік бағдарлама бойынша, 2 мұғалім дәстүрлі сабақ бойынша сабақ өткізді. Бір кабинет жасақтап қойдық, ол жерде кестесін жасақтап қойдық, кім қай кезде сабақ өтеді деп. Содан кейін енді мен өзім әдіскер болғаннан кейін аздап өзімнің неме бастында босатып алдым әбиттен кейінгі. Мен негізі 7 сыныптарым бар, 4 сабағын өткіземін деп қатар қойып алдым. Енді бұл жерде баланы топқа бөлген кезде, мысалға деңгейлік бағдарламаның 7 модулінің ішінде акты қолдану несі бар, иә? Сол кезде мен мысалы сабағыма келген кезде үнемі дайындықпен келеміз барлық мұғалімдер. Сол кезде мен мысалы интерактивті тақтаны қолданып өткіземін. Енді жалпы айтады, қазіргі таңда Назарбаевтың сөзі бар ғой, 21-ші ғасыр жаңа технологиялар заманы, оны ендіру ол болашақ ұрпақтың қолында, ал болашақ ұрпақтың тағдыры мұғалімнің қолында дейді ғой. Міне, мысалы интерактивті тақтаны қолданамыз, бірақ біз тек қана слайдты жасау арқылы қолданамыз. Ал негізінде интерактивті тақтаның библиотекасы бар ғой. Ішінде бірнеше мысалға ол бала тақтаға жаза алады, сыза алады. Ал қазіргі таңда біздің әлі күнге дейін мысалға мұғалімдердің айтайын, мектепте мысалы 50% әлі толық ақпараттық жағынан сауаттанбаған деп. Себебі мысалға біз тек слайд арқылы қолданамыз, ал оның мысалы флипчарт ашу, оны жазу, мысалы математика сабағында транспортерді немесе сызғышты қолданып, оны сызуды біздің қазіргі таңда көбіміз білмейміз. Тек қана келді ма, мысалға қазіргі модификациялық кабинеттерді келеді, физика, химия, биологияда біз олардың өзіне тек қана слайд арқылы қолдана аламыз. Ал акты қолдану дегеніміз ол тек қана интерактивті тақтармен, сонымен қатар интернет желісін қолдану қазіргі таңда барлық мектептер
100% интернетке қосылды, интернет бар, немесе Wi-Fi қосылды барлық мектептерде. Содан кейін мысалға қазір деңгейлік бағдарламадан өтіп келген кейбір мұғалімдер балаларға кейбір кезде сотканы қолдануға рұқсат етеді. Себебі интернетте мынандай материалдар тезтез алыңдар дейді, міне сол бойынша балалар жұмыс жасайды. Яғни актының қазіргі таңда қолданудың мүмкіндігі өте зор деймін. Содан кейін қазіргі таңда мысалға интернетті ата-аналар мектеппен байланыс жасай алады. Себебі біздерде қазір 3 журнал ұстаймыз ғой, біреуі қағаз, кәдімгі баяғыдан келе жатқан журналымыз, біреуі мектеп еду деген сайтқа кіреді, тақтаны қолданамыз. Электронды оқулықтар. Бірақ та электронды оқулықтар қазіргі таңда біздер мұғалімдер мектептің бір 5% қолданса қолдануы мүмкін, ал электронды оқулықтардың барлығы мысалы кітапханада шаң басып жатыр. Ал ол электронды оқулықтар негізінде 3 жыл сайын ба, 5 жыл сайын ба, оны кітапханашылар жаңартып отыру керек екен, Мысалы біз электронды оқулық сұрасақ, біздер сонау 2000 жылда, 2003-те шыққан оқулықтарды береді. Ал шын мәнінде біз өткенде осы былтыр ұйымдастырды ақпараттандыру орталығында, сонда библиотекалар кәдімгі заявка беріп, сол оқулықтарды әр 3 жыл сайын ба, 5 жыл сайын ба жаңартып отыру керек екен. Ал электронды оқулықтарды мысалға біздер көбірек оны қолданамыз деп айта алмаймыз. Жалпы енді электронды акті құралдарын қолданудың негізгі пайдасы түрлі әдістерді пайдалану арқылы сабақтың нақты мәнін терең ашуға көмектеседі. Оқушылардың барлығын сабаққа қатысуға мүмкіндік туады. Әр оқушының білім деңгейін анықтауға мүмкіндік береді. Оқушыларды ізденіске баулып, өз бетінше жұмыс істеуге үйретеді. Оқушылардың барлығын бағалауға мүмкіндік аламыз. Ал енді қорытындысына бәрі бір-бірімен жалғасып кетіп жатыр. Мысалы интерактивті оқыту дегеннің ішінде акті құралмен де байланысады. Енді акті құралдары дегенде біздің ең көп пайдаланымыз мына интерактив тақта дедік та, бірақ интерактив тақтаны қолдану аясы өте кең. Ол деген мысалы кейбір пәндерге келмейді, математикаға көп келмейді, формулалар жазу қиын деп айтады да. Бірақ басқа кейбір пәндерде пайдалану аясы өте кең. Мысалы мен биология сабағында, өзімнің сабағымда мына интерактив тақтасын мен ешқайда қозғала алмаймын. Өйткені жануарлардың, өсімдіктердің құрылыстары молекулалы, мысалы көзге көрінбейтін өте кішкентай жағдайларда, мысалы мына дайын оқулықтар, электрондық оқулықтар, олардың қозғалыстары, ішкі құрылыстары, мысалы асқорыту процестері қалай жүреді, соның бәрі міне мынадан қарап көрсету өте қолайлы. Сосын бала дейтін көзбен қабылдаған, ол құлақпен естігеннен неғылғаннан гөрі өте көп ақпаратты қабылдайды, және көзбен көрген зат ол ұмытылмайды. Сондықтан бұл өте тиімді. Содан кейін алдыңғы дәстүрлі мұғалімдер деңгейлік оқыту мен дәстүрлі оқыту мұғалімдер арасында тартыс өте көп шынымен. Бұрын біз өзіміз оқымай келген кезде, мысалы мұғалімдер бөлмесіне келіп жиналады, бәрі айтып жатады да, енді тыңдап отырасың, бірақ өзің білмегенсің, қосып кете алмайсың, және түсінбейсің. Ал өзің барып келгеннен кейін ол жеңіл. Мысалы сіздерде барып келмей қойыңыз, бірақ интерактив тақтаны қолдану әдістері, енді 7 әдісі бар ғой, ішінде көшбасшылық, сыни тұрғысынан ойлау. Ол деген сыни тұрғысынан ойлау деген бізде бұрыннан бар дегенмен, мынаның ішінде бір элементі болып кіріп тұр. Енді мына интерактив тақтаны қолданған кезде, 7 модуль бір сабақтың ішіне түгел кіріп кетеді. Сендер тек қана бір әдісін пайдаланып жатырмыз деп ойлайсыңдар. 7-нің бәрін бір сабаққа қалай қолданамыз? Бұл сіздер қолданбай-ақ өзі ішінде кіріп кетіп жатыр. Мысалы диалогты оқыту ма? Диалогты оқыту балалардың бір-бірімен пікірталасы, берген сұрағы, жауап беру соның ішінде кетіп жатыр. Мысалы көшбасшылықта соның ішінде кетіп жатыр. Өйткені балалардың ішінде пікірін айтқан кезде ішінде біреу шығады, лидер. Мысалы, міне көшбасшылық, оның түсінік аналардан жоғарылау, ол қосымша ой пікір айтады, шығармашылықпен ары қарай жетілдіре алады деген сияқты. Содан кейін жас ерекшеліктеріне байланысты оқыту да осының ішінен шығады. Сосын дарынды балалармен жұмыста осының ішінде шығады. Сосын бағалау, оқу және оқытуды бағалау дегенде де осының ішінен шығады. Яғни оқушы, мұғалім, бұрынғыдай мұғалім бағалаған жоқ, оқушы бір пікір айтты ма, басқа балалармен өзінше бағалап жатады. Өзінің пікірінен анау қалай, қай деңгейде асып кетіп жатыр, немесе қай деңгейде төмен жатып жатыр. Сондықтан 7 модуль, ол сен қоймасаң да еріксіз бір-бірімен кірігіп кетіп, байланысып кетіп жатыр. Сондықтан бұның берер көбі көп. Сосын әдістер, стоп технологияның әдістері қолданған кезде балалардың қызығушылығын жақсы тудырады. Ол былай сұрақ бергеннен гөрі балық қаңқасы, флеш ойын деп жатыр ғой, бұл балық қаңқасы деп те айтылады дейді. Міне осы сұрақ берген кезде, не алған кезде. Сосын
жаңа әдістердің әртүрлілігі деп жатыр ғой. Мысалы, біреуде былай айтылады, біреуде былай айтылады. Жаңа сэмплинді айтқан кезде. Бірақ бұлардың баяғы 100 технологиясы бойынша басқа айтылады, бірақ кеше деңгейлік бойынша басқа айтылуы мүмкін. Мысалы, жаңа ассоциация дегенді кейде топтастыру деп айтып жатады. Сондықтан ол жерде қателіктер жоқ. Тек сіздер соны пайдаланып, оқушының сабағынша тиімді пайдаланып, оқушы сөйлеп тапсаңыздар, главный осы болды деп ойлаймын. Сосын интерактив тақтадағы жаңағы нелер слайд қой, енді презентация да. Бірақ енді осы жерде тағы бір күшті не бар, гиперслайд арқылы кіргізу. Ол өте тиімді да. Гиперслайд деген мысалы бір сурет беріледі, немесе бір цифр сөз жұмбақ бересіздер ғой. Кубиктер арқылы сұрақ беріп тұр. Мысалы, бала қайсысы кубик таңдайды. Бірінші кубик па, бірінші кубик астына ашып қалған кезде сол сұрағыңыз видео күйінде бересіз ба, сөз күйінде бересіз ба? Міне сол гиперслайдтың мүмкіндігі өте жоғары. Сосын жаңағы видеороликтер өздері балдар өздері жасап алады. Сосын жаңағы дайын тестілер. Біздер тестілер бір оқушыларға береміз. Енді сол кезде тестіні өздері бағалап отыратын, дұрыс жауап, бұрыс жауабын айтып отыратын тестілер бар. Соны оқушы өзі орындағаннан кейін, жаңа өзінің бағасын шығарады, өзі дұрыс бұрысын айырады, осы да өте тиімді. Бірақ енді акті құралдар деген интернет нені пайдаланбай-ақ, мына интерактив құралдың өзінің мүмкіндік аясы өте көп. Ал енді интернет арқылы шығу, ол енді балдарды шығармашылыққа болайдың өте рас. Өйткені интернетті пайдалана отырып, ол оқушы не істейді? Мына оқулықтың, кітаптың шеңберінен шығып кетеді. Өзі сияқты оқушылардың тәжірибесімен танысады. Немесе ары қарай ғылыми тұрғыда зерттеп кетуге мүмкіндік алады. Сол кезде міне балдардың шығармашылыққа даму, көшбасшылық қасиеті осы бір-бірімен астасып жатыр. Мен айтатын осы акті құралдары деген өзінің жолдауында көрсеткен болатын әдістер. Осыған байланысты білім беру процесінде актіні пайдалану мақсаты ақпараттық, коммуникациялық және мультимедиалық технологиялар білім беру саласына заман талабына сай тиімді түрде қолдануды игеру. Енді осы актіні қолдану аясында бұның міндеттері бар. Яғни міндеттерді мен қысқаша түрде алдым. Көп міндеттер жүктелген. Білім беру жүйесін басқару механизмдерін, мәліметтердің автоматтандырылған банкілерін қолдану негізінде жетілдіру. Екінші, қоғамның ақпараттандырылуының қазіргі жағдайда білім берудің жеке адамды жан-жақты қалыптастыру мақсаттарына сай келетін әдістемелер мен тәсілдерді ұйымдастырушылық формаларды және тағы басқа жетілдіруді арттыру жетілдіру. Үшінші, білім алушылардың білім дәрежесіне аз уақыт ішінде жүйелі түрде бағалауға мүмкіндік беретін компьютерлік жүйе бойынша есептелетін және болжайтын әдістемелер жасау. Яғни біз мектептегі мұғалімнің орны қандай? Мұғалім мектептің жүрегі дейді, немесе мұғалімі қандай болса, мектебі де сондай деп айтылады. Жалпы ұстаздық киелі әрі өте көне мамандық. Адамзатты ежелден ойландырып толғандырып келе жатқан қоғамдық құрылыс өзгеріп жатса да, қажеттігін жоймайтын маңызды мәселе жас ұрпақты өмір сүруге дайындау. Бұл біздің барлық мұғалімдердің мойнындағы негізгі ең бірінші міндет. Ел болашағы білімді ұрпақ, сондықтан білім беру саласында жасалып жатқан жаңа реформаларды жүзеге асыру ұстаздар қауымына ортақ іс. Осы орайда біздің жалпы 2009 жылдан бастап әлемдік тәжірибеге сүйеніп 12 жылдық оқытуды бастағалы отырмыз. Алдымыздағы 2015-тен бастап түбегейлі өзгеріс болады. Біздің осы білім беру несінде көп жаңалықтар болады деп айтылып жатыр. Оны барлығымызда таныспыз, біліспіз ғой. Сондықтан да қазіргі кездегі мұғалім қандай болу керек? Сондықтан қазіргі кездегі мұғалім көп ізденетін, тынымсыз еңбектенетін, сабақ берудің амал тәсілдерін жетілдіріп отыруды қажет ететін, білімнің мазмұнын осы сабақта пайдаланған ойындарды да өзімнің осы қазіргі сабағымда түрлендіріп өткізуге болады. Мысалы, оны әртүрлі жолдар бар. Қазақтың ойындарының жаңа алтын сақанды немесе жұмбақ шешулерін, сенің
этнопедагогикадан алған мысалы әртүрлі нелердің барлығын осы қазіргі жаңа сабаққа өзің тиімді пайдалана білсең, соның жолын таба білсең, бұның барлығы өзіндік шешімін таба алады, қазір қолдануға болады. Бұл да мұғалімнің ізденімпаздығын, мұғалімнің шеберлігін, оның әдіс тәсілді қалай қолдану несіне байланысты. Енді қазіргі заман мұғалімнің қоғамдық дамудың деңгейінен көрінетін болуы тиіс. Оның әлеуметтік парызына жауап беруді көздейтін, жаңалыққа сейілек, өз ісіне гуманистік сезіммен қарайтын, педагогикалық күрделі үдерістердің барысын идеялық адамгершілік тұрғысынан шеше алатын, жаңаша ойлау дағдысын меңгерген ұстаз. Бұл нағыз педагог ұстаз немесе шығармашыл ұстаз деп айтуға болады. Жақсы. Енді қазіргі бұрынғы кездегі ұстаздарды біз айтатын едік, ол тек қана үйретуші, айтушы бар, көп уақытта өзі сөйлейді, балаға білім береді, сосын артынан соған кері балаға не меңгерді, сол өзінің айтқан деңгейінде сұрап біліп соны меңгертіп алады. Ал қазіргі кезде мұғалім көп үндемейді, бірақ тапсырма беруші. Мен күнделікті өмірдегі өзімнің тәжірибемде көріп жүрмін, кейбір ұстаздарымыз бар, мысалы деңгейлік нелерден өткенде тапсырма берген уақытта әлгі жаңағы сабақта берілген қысқа тақырыпшалар бар ғой, сол тақырыпшаларды оқушыға тапсырмаға береді, ол дұрыс емес. Әрбір берген сұрағын проблема туындату керек. Әрбір берген сұрағын. Бұрын алдын қазірде мына деңгейлік курстарды өткізген кезде бірінші ең басында мақсатым бар ғой, сабаққа қойылған, сол проблема туындатып тұру керек дейтін болатын. Ал қазір біздің көзқарасымыз жоғарылап келеді. Қазір әрбір берген сұрағын қай топқа бермейді, ортақ бермейді, берген сұрағының барлығы міндетті түрде проблема туындатып тұру керек. Сонда ғана оқушы ойлана алады, сонда ғана өз ойын ары қарай жетістіре алады. Оның жаңағы сыни ойлауы ары қарай дамиды. Мысалы, бір сабақта Аристотельдің 10 қадамын алатын болса, мысалы, бір су деген тақырыптағы алған мысалы, оны зат есімге жіктады, одан кейін ілік септігіне жікте, судың мысалы да қасиеті ма судың болатын болса, мысалы, оны қандай пайдаланасың өмірде, мысалы, оның етістік жаса, одан кейін оны өмірде қолдан, мысалы да, оның қағидатын түгел орындап шығатын, немесе бұлыңның жаңағы әрбір аттаған баспалдағы өзінің проблемасын туындатып тұратын болса, оны оқушы шешетін болса, онда міне ол нағыз жаңашыл оқушы. Ол осы жаңа тәрбиеде көрінген, мысалы, содан мағлұмат алған, өзінің ойын аңғай сындарлық қорыта алатын оқушы болып шығады. Міне, сондықтан да әрбір ұстаз, мұғалім өзінің өткізген әрбір сабағына жауапкершілікпен қарап, жаңағындай тек топқа бөлдім, сурет салдырдым, немесе мына сұрақты бердім деген жеңіл ойда болмау керек екен. Енді осыған сәйкес 25 ғасыр мұғаліміне қойылатын көптеген талаптар бар. Жалғастыра береміз бе? Ғасыр мұғаліміне қойылатын жаңа талаптарға тоқтала кететін болсақ, біріншіден мұғалім жеке көзқарасы бар ғылым қарай білетін жіберілуға мұғалім болуы қажет. Зерттеушілік, ойшылдық қасиеті бар мұғалім жалқау болмайды. Ол өзінің жетік білетін табанды жүргізе білетін, одан нәтиже шығарады. Нәтиже алуға қол жеткізе алатын мұғалім. Ондай мұғалім әрбір күніне есеп беріп отырады және өзінің азаматтық ар-отанын ойлай біледі. Екіншіден, педагогтық психологиялық білімін жетілдіріп үйренумен қатар, сол білімнің күнделікті ісінде шебер пайдалана білуі қажет. Әрбір мұғалімнің педагогикалық ойлау қабілеті ғылыми түрде қалыптасқаны жөн. Үшіншіден, міндетті орта білім беру, стандартты оқулықтарды пайдалану, ақпаратты көбеюі, бұл да мұғалімнің жетекші рөлін атқаруға негізделген. Өз оқушысын өз бетінше білім алуға үйретпеген мұғалім қазір түпкі нәтижеге қол жеткізе алмайды. Мысалы, өткенде дайындатып дарынды балаларды, жаңағыдай ғылыми жобаға қатысатын оқушыларды дайындап шығарамыз деп, ол үшін мұғалім сол оқушыны зерттеп, және оның қандай нәрсеге қабілеті бар екендігін, қандай пәнді жетік меңгере алатындығына ең бірінші көз жеткізуіміз қажет. Содан кейін жеке тапсырмалар беру арқылы сол оқушыдан бір нәтиже алатындай, қорытындыға жететіндей
бағытта дайындап отыру қажет. Мысалы, мектеп олимпиадасына қатыстырғанда да әуелі оқушыны зерделеп алып, содан кейін барып әрбір пәнге бейімдігіне қарай қатыстырамыз. Төртіншіден, мұғалім ұйымдастырушы, яғни қабілеті бар, өз бойындағы педагогикалық жағдаяттарды, дәйектерді, құбылыстарды талдай білуі, соның себеп салдарын анықтай білуге бейім болуы шарт. Бесіншіден, мұғалімнің адамгершілік, идеялық ұстанымы жұмысында көрініс тауып отыру қажет. Қысқасы, бала ықпал ету объектісі ғана емес, ынтымақтаса қызмет ететін тұлғаға айналуы қажет. Қазіргі білім беру жүйесінің мақсаты бәсекеге қабілетті маман дайындау. Мектеп үйрететін орта болса, мұғалім оның жүрегі болып табылады. Ізденімпаз мұғалімнің шығармашылығында ерекше тұс, оның сабақты түрлендіріп, тұлғаның жүрегіне жол таба білуі. Ұстаз, ата-ана бірігіп жұптаса отырып, ол мұғалімді дайындау қажет. Өз кәсібін, өз пәнін балашы, барлық шәкіртін, мектебін шексіз сүйетін адам. Жаңағыдай шәкірт болмаса, ұстаз тұл. Шәкіртсіз ұстаз тұл демекші, жаңағыдай ұстазын қалай еді? Шәкіртсіз ұстаз. Ұстазымен айтайын. Әрғай. Сіз келесімен өзіңіз Мысалы үшін, біз бұрын сыныпты оқығанбыз да, мектепте оқығанның өзінде, біз тек қана кітаппен шектеліп қоятын едік. Кітаптағы берген тапсырманы оқушы орындап келеді, бізде сол кітаптан тапсырма береді. Ал қазір болса, менің білуімше, оқушы тек қана кітаппен шектелмей, өзінің білетіндерін, күнделікті көріп жүргендерін сабақта қолдануға айта алады да өзінің пікірін. Бұл жерде біз оқушыларға өз пікірін ашық айтуға еркіндік береді қазіргі мұғалімдер. Әлемнің жалпы адамзаттың заманына жақсы азамат болып жетуіне сол мектептің өзі көп мұғалім өзі көп көмек береді екен. Мысалы үшін оқушылардың сондай ашық, өз пікірін айта алатын, ертең қоғамда тез орнын таба білуге осы мектептің өзінен көп не алады екен. Қазіргі мұғалімдердің несі бойынша. Қорыта келгенде қазіргі мұғалім тек қана білім емес, балаға сонымен қатар жан-жақты тұлға болып жетуге жаңашыл болу керек, оқушыларға жаңа талап қоя білу керек, өзгеру керек түбегейлі қазіргі мұғалімдерінде. Соны жаңалықтың жаршысы болу керек мұғалім қалайда. Себебі олай болмаса, енді бәрі де өзгеріске еніп жатыр ғой. Соны жаңалықты әуелі біліп алып, соны практика жүзінде, тәжірибесінде жүзеге асыру керек деп ойлаймын. Жаңашыл болу керек мұғалім, нақты біздің айтатынымыз. Қай мұғалім ерінбей еңбектене білу керек, жаңалыққа баули білу керек балаларды, соның өзінің іс тәжірибесінде қолдана білу керек, уақытпен санаспай. Бірінші біздер ғой енді жаңалықтың жаршысы мұғалім қауымы. Соны ары қарай өзінің тәжірибесінде іске асыру керек деп ойлаймын. Сізге тағы да рахмет, апай, Марал апай, осындай өзгерушілікті талап ететін күрделі мақсат. Біз жаңарып жатқан заманда мұғалім болып жүргендіктен, біз жаңа формациядағы мұғалімдер болуымыз қазір бізден қажет етіліп тұр. Баланың ойын санасын саналы, сапалы қылып жеткізу бұл біздің қолымызда. Сондықтан біз сабағымызды түрлендіріп, жаңа инновациялық сабақ түрлерін пайдаланып, білімімізді жетілдіріп, мұғалімдер жаңашылдықты қабылдап, оны балаларға жеткізіп отырса, осы мақсатты біз орындаймыз дегім келеді. Енді жаңа формациядағы, жаңа форма, жаңа түрдегі, жаңа формадағы, жаңа формациядағы сабақтардың бір
түрі міне алдарыңыздағыдай сыни тұрғысынан ойлау әдісі. Бұл баланың ойлау қабілетін дамытушы деп айтқанымызбен педагогика ғылымдарының кандидаты Бахышева былай түсіндірген. Бұл сынау деген сөз емес, одан да ауқымды терең сыни ойлау оқушының қоршаған орта, ақпарат әлеміне, өзіне, өзінің іс әрекетіне, өзінің дербес интеллектуалдық оқытудан айырмашылығы теориялық білімнің өте аздығы, оның есесіне өзіне тән сабақ құрылымы жасалған әр кезеңге сай әдіс тәсілдерді, стратегияларды, яғни оқыту үшін мұғалімге нақты инструмент берілген дейді. Біз сыни тұрғысынан ойлау әдісін пайдаланып жатырмыз деп, ана жеке-жеке элементтерді пайдаланғанымыз, біз ойлаймыз, баланың ойын қабілетін дамытып жатырмыз деп, ол міне мұғалім сабағын осы сыни тұрғысынан ойлай білетін бала тәрбиелеу екенін түсінуіміз керек. Бұл жобаның, бұл әдістің, бұл тәсілдердің авторлары міне алдарыңызда көріп тұрған американдықтар. Бұрынғы дәстүрлі сабағымызға қарағанда сыни тұрғысынан ойлау әдісін пайдаланып өткізілген сабақтың ерекшеліктері. Бала өзбастылық болады екен, өзіне сенімді болады екен, олар даудамай тұрғызып бірімен бірі спорить етеді екен, және шынайы жағдаяттарды басынан өткізіп отырады екен бұл жағдайда. Енді кешеде сабақ лекцияда айтылып өтілгендей, сыни тұрғысынан ойлау технологиясының 3 фазасы бар. Сабақты 3-ке бөлеміз, мынандай 3 фазаға. Соның, мен аудара алмай қойдым, шыны керек. Кеше аударға кіретін Арал апай. Не дедім? Қызығушылықты ояту, миға шабу, сосын ой толғаныс. Міне сол ана 3-ші рефлексия стадиясы, фазасы да ол. Сол сияқты сабақтың 3 бөлімге бөліп, мына бөлімге тиісті элементтерді аламыз, екінші бөліміне тиісті элементтерді аламыз, үшінші бөлімге де тиісті элементтерді алғанда біздің сабағымыздан нәтиже шығады деген әңгіме. Енді міне мына осы стадияларда қай әдістерді қолдануға болады? Біріншісі, аудара алмай қойдым. Ключевые слова. Кілт сөздер ғой, ашатын. Оны қалай береміз? Ол деген сабақтың басында эпиграф урока деген болады. Пәленше былай деп айтқан. Былай депті дейміз де дальше кете береміз. Бірақ бір жерде сабақ тақырыпты түсініп, сабақ қорытындыланып келатқанда, манағы эпиграф есіңізде ма? Енді оны басқаша түсінеміз де сабақтың соңына келгенде. Сол ключевое слово деген. Сосын не білемін деген әдіс. Бұл оқушы бүгінге дейін мен не білдім, мен не білемін, мынаны мен білемін деп әр сұрақтың тұсына, әр элементтің тұсына олар птичка или плюс қойып отырады. Бұл не білемін деген әдіс. Мен мұны бұрын да білетін болғанмын деп. Еркін жазу әдісі. Біз айтамыз, 3 сөйлемнен тұратын эссе жаза қойыңызшы, осы туралы не ойлайсыңыз деп. Олар не ойласа, соны жазуға болады. Ойбой, дәптерді бүлдіріп қойдың, ойбой, олай жазбау керек еді, ойбой, бір сөйлемнің артына бір сөйлемді жалғастыру керек еді деген ол жерде шарт қоймаймыз. Алдарына біз ақ беттерді тастадық па, ойына не келеді? Ручкамен жазама, карандашпен жазама, маркермен жазама, сурет салып қояма, біз оған еркінге жібереміз де, олар өз ойын еркін жазады екен. Ассоциация. Бұл дегеніміз және жаңа айтқандай тірексіз ба? Кластер бұл жерде қолданамыз. Мысал үшін қыс деген нені аламыз, бүгін қыс тақырыбын өтіп жатырмыз ба бастауышта, міне ассоциация. Ол дегеніміз не? Бұл жыл мезгілі дейміз. Бір жерге қардың жауып жатқан суретін саламыз. Қыс. Қардың жауып жатқан суретін қоямыз. Бір жерге кітаптан қиып аламыз да, қар жауып тұрған шубамен жүрген баланы. Соның бәрі бір-бірімен ассоциация деген. Бұны еще кластер елестетті. Сосын біз жаңағыдай талдадық. Жоқ, біздің оқыту әдісіміз жаңаша мұғалім көзқарас болу керек деп соны жеңістік жоқ. Біздің ойымыз жаңағы солай оқытылады екен деп жаулы қалды да, енді мен бұл жерге келіп, соның қате екенін ашып түсініп қазір синхрон әдісіне шықтырғанда сол бірнеше осы жағдаят басынан өтті да, соған көзім жетіп тұр енді.
ондай жағдаяттар енді сіздерде де бар шығар деп ойлаймын енді. Бұл әріптестер ішінде. Сонда енді көш жүре дейді ары қарай бұл оқулықта жаңағы кешеден бір айтылады ғой, эксперимент түрінде жүріп жатқан енді. Эксперименттен шығып осындай нәтижеге көрсеткен. Біз енді ары қарай осындай енді қателіктерді болдырмауға жұмыстануымыз керек деп ойлаған ой пікір бар енді. Енді болмаса мектебіне барамын, ертең семинарда бәрінде айтамын деп ойладым. Жақсы. Сабаққа келеміз ғой. Балдар бүгін кім жоқ? Пәленше жоқ па? Балдар, үй жұмысын кім айтады? Екі балаға айтыңыз. Балдар, бүгін сабақта мынандай тақырыпты үйренетін боламыз деген қалады енді. Енді келеміз де миға шабуыл жасаймыз. Сосын бір видео көрсетеміз, или слайд көрсетеміз де. Балдар, бүгін біз не туралы сөйлейміз екен? Сіз мынадан не ұқтыңыз деп сұрағанда, бүгінгі тақырып балдардың аузынан шығу керек. Түсіндіңіз бе? Сол бірінші біздің задачамыз. Тақырыпты балдар анықтады. Хорошо, сүй деп айталық. Мен сізбен келсем дейміз, слайдты жібереміз де, балдардың айтқан тақырыбы уже біз үйден дайындап келген слайдымызда тақырып жазылып тұр. Ол бірінші біздің жетістігіміз болады. Ал мына тақырыпты үйрену үшін біз не істеуіміз керек? Біз қай жолменен мынаны үйренеміз? Біз ол үшін істеуіміз керек деп бір сканворд па бірдемені жасатып, мынаны үйрену үшін біз мынаны білуіміз керек, мынаны білуіміз керек. Давайте онда соны үйренейік деп, анан келесі слайдты басып жібергенде жаңағы балдардың аузынан шығару керек. Біздің мақсатымыз шыға берсін. Сонда шықса болады тақтаға. Біз үйден қойып келген мақсатымыз балдардың аузынан шықса, сол біз нәтижеге жеткеніміз. Тақырыпты да, мақсатты да балдар анықтап білу керек. Біз өткен сабақта тапсырма беріп жібереміз, қосымша тапсырма. Сен мынаны үйреніп кел, ертең сен бір кішкентай бір жоба қорғайсың, 3 минуттық деп. Солардың қорғайтын жобасы да бүгінгі жаңа тақырыпқа тиісті болса, балдар содан уже анықтап отыру керек. Тақырыпты, мақсатты балдар анықтайды деген сол. Енді жаңа біз элементтерді айтып келе жатырмыз ғой. Мен мынаған кірістірмеппін, бір фишбон деген элемент бар. Бұл балық қаңқасы негізгі қазақша айтқан. Бұны ағылшындар шығарды, бізге жаңалық ашып берді, бізге фишбон деген элементті үйретіп жатыр. Бұл міне балық қаңқасы болғанда, балықтың мынаны суретке саламыз, А3 бумаганы аламыз да. Енді қолданбайтын адамдарға өте мен сізге алыңыз өзіңізге, үйреніңіз, ертеңнен бастап қолданыңыз деген келеді. Мына жерге осы суретті саласыңыз, балықтың қаңқасын. Балдардың алдына тастайсыз, бұл сабақтың 3-ші бөлімінде сабақ қорытындылауда болады. Мына жерге балдар бүгінгі тақырыпты жазады. Басы тақырып. Басы тақырып. Мына жерге Т деп қоям мен. 2 нүкте қоям. Это тема деген да. Енді сіздер де Т деп қоясыз. Сосын мына жерге мен мына машинкеде, компьютерде жазып сұрақтарды қиып тастап едім ғой. Сол сұрақты мына жерге клейлеп жіберем. Мына жердегі сұраққа бала жауапты бір сөйлеммен мына жерге жазады. Қаңқалары ма? Қалай? Реброларына жазады. Келесі. Мына жоғарғыдағылар кілең сұрақтар. Мынау деген не? Мынау деген қашан болған? Мынау деген не істеген деп соның жауаптары мына жерге шығады. Сонда мына тақырып сұрақ жауаппенен ашылды. Шляпаны бір сауында пайдаландым. Эдвард Дегони деген адам әзірлеген. Онда мысалы тақырыпты аласыз да, алынады, соны класты 6 топқа бөлесіз. Сосын мысалы бірінші топта ақ қалпақтылар, екіншісінде қара, қызыл. Тақырыпты берілген мәтінді үйге мәтін қылып беру болады. Сол мәтінді таза күйінде, таза мәлімет береді сол жайында. Екінші қызыл қалпақтылар болады. Олар өздерінің жаңа берілген мәтінін эмоциясымен көрсетеді. Сезім, эмоциямен көрсетеді. Сосын сары қалпақтылар дейтін болады. Сары қалпақтылар жаңағы нені, ақ қалпақтылардың берілген таза мәліметі бар ғой. Мына жерде жоқ екен. Салматтың ғой сіздерге. Мақтап. Салай. Позитив жайында айтады да. Сосын қара қалпақтылар, олар негатив. Сол ненің мәтінді негатив жағынан көрсетеді. Сосын жасыл қалпақтылар дейтін болады, олар шығармашылық топ, яғни сол тақырыпқа байланысты жаңа идея ойлап шығару керек. Сосын көк қалпақтылар ең соңғылар қорытындылайды. Мана 5 қалпақтылар бар ғой, соларды қорытындылап бағалаушылар болады. Сол 6 қалпақтылар. Бір теманы жан-жағынан талқылайды да. Актерлық
нелер жаңағы қарақалпақтар мен эмоция жақ қызылқалпақтылар өздерінің нелерін актерлік жағынан көрсетеді да. Мысалы менің қолымнан келмейді бірдеме деп бізде бұрын ана неде бауырсақ ертегісін беріп еді. Аққалпақтылар мысалы бауырсақ ертегісін бұрынғы несі бойынша дәл айтады. Иә, екіншілер түрлендіреді. Сарқалпақтылар оның бізге маңыздылығы не, бұл неде не зат айтады соны айтады. Қарақалпақтылар соны қаттап айтады. Мынандай болып басталады міне мақсаты әртүрлі ойлауды қажет ететін сұрақтар, проблемалар, ситуациялар төңірегінде ой қорытып, өздерінің ойларын түсіру. Ақ шляпа, ақпараттар, фактілер.